Әлемде қанша ел ішімдік ішуге тыйым салған? Ішімдік ішудің адам денсаулығына қаншалықты зиянды екенін түсінген бірнеше мемлекет өз елдерінде ішімдік сатуға тыйым салыпты. Олар арақ-шарап өндіруге, сатуға толық тыйым салған елдер. Ең алдымен, қай елде ішімдік сатуға тыйым салынған десе, ойымызға бірінші болып мұсылман елдері оралары сөзсіз. Бүкіл мұсылман елдері шариғат заңына бағынады. Онда ішімдік ішу харам деп үкім етілген. Йеменде арақ-шарап сатуға толық тыйым салынған. Тек Адена мен Сана атты екі қалада ғана туристер үшін шарап сататын арнайы орындар бар. Ислам дінін ұстанбайтын өзге дін өкілдері келіп осы жерден шарап сатып алады. Бірақ оны көшеде, қоғамдық ортада ішуге болмайды. Үйде ішуге ғана рұқсат. Біріккен Араб Әмірлігі. Бұл мемлекетте де арақ-шарап сатуға тыйым салынған. Әсіресе Шарджа қаласында тыйым қатаң. Оны сатқаны, сатып алған азаматтарға үлкен айыппұл салады, не түрмеге отырғызады, не дүре соғылады. Шарджа қаласынан басқа қалаларда арақ-шарап сататын арнайы орындар ғана бар. Турист ерге арналған. Ондай орындардың иесінде мемлекет билігі берген лицензия болуы керек. Мейрамхана мен барда отырып қана ішімдік ішуге болады. Көшеде мас болып жүруге болмайды. Судан. Жергілікті билік 1983 жылдан бастап елде ішімдік сатуға тыйым салған. Африкада орналасқан бұл мемлекетте де шарап өндіруге, ішуге және сатуға жол жоқ. Туристерге рұқсат берілген, бірақ үйінде, қонақ үйдің бөлмесінде ғана ішуге болады. Сауд Арабиясы. Бұл мемлекетке ағылған туристердің қарасында шек жоқ. Қасиетті Қағбаны көргісі келетіндер көп ақ. Мекке қаласының билігі туристерге әуежайға түскенде ақ ішімдік ішуге тыйым салынғаны жайлы ескертеді. Қол сөмкеге дейін тексеріледі. Ішімдік ішкендерге заң қатаң, бұл елде қатал үкімдер беріледі. Пәкістан. Елде өткен ғасырдың 1970 жылдарынан бастап ішімдікке тыйым салынды. Мавритания. Мұсылман елі болғандықтан шариғат үкіміне бағынады. Ал шетелдіктерге ішімдік арнайы орындарда сатылады. Бірақ көшеде мас болып жүруге болмайды. Ливия. Ливия әлемде ең көп ішімдік ішетін ел болатын. Бұл атақтан арылу үшін ел үкіметі азаматтарға арап-шарап ішуге мүлдем тыйым салды. Көлеңкелі бизнесті де түбімен құртқан. Алкоголь сататын жерді іздеп қажет емес. Кувейт. Кувейтте ішімдік ішкендер не түрмеге қамалады, не елден депортацияланады. Иран. Иран билігі туристерге барынша түсіністік танытуға тырысуда. Елде ішімдік ішуге, сату, тіпті өндіруге рұқсат етілген. Бірақ мұнымен мұсылман жамағаты айналысса, жаза қатаң. Мұсылман еместер де бірге өмір сүреді. Оларға арақ-шарапты арнайы рұқсатнама арқылы сатып алады. Үндістан. Үндістанның кей штатында ішімдікке тыйым салынған. Мадхья Прадеша, Нагаленда, Бихара штаттарының тұрғындарына арақ-шарап сатылмайды. Елдің басқа штаттарында алкогольге тыйым жоқ. Үнді мұхитында жатқан Мальдив аралдарында да ішімдік ішуге болмайды. Бруней мен Бангладешке келген туристер сөмкесінде алкоголь болса, кеденшілерге ескертуі тиіс. Үйде, бөлменің ішінде ғана ішімдік ішуге рұқсат. Әлемдік көрсеткіш бойынша Қазақстан алкоголь өнімін пайдаланудан 11-ші орында тұр. Алкоголь ішу бойынша алғашқы үштікке Ресей, Венгрия және Литва мемлекеттері кіреді.